Барлықтарыңызға сәлем, мен есімім Жанель Қалман, және де бұл скорочтение курсының тегін пробный сабағы. Бұл сабақта біз нені үйренетін боламыз? Бұл сабақта мен сіздерге техниканы беретін боламын, яғни скорочтениенің жылдам оқуды арттыратын техника. Сонымен қатар түрлі жаттығулар болады, яғни жалпы скорочтение жылдам оқу дегеніміз не екенін түсінесіздер, және де бүгінгі сабақтың өзінде сіздер белгілі бір процентке өздеріңіздің оқу жылдамдықтарыңызды арттыратын боласыздар. Жалпы ең алдымен жылдам оқу дегеніміз не екеніне тоқталып өтейік. Бұл өте қызықты процесс. Бұл бір дағды, яғни навык, бұны жетілдіре аламыз біз. Яғни жылдам оқу дегеніміз ол біздің ақпаратты көруіміз, яғни біз оқыған кезде ақпаратты көреміз және оны бірден миымызға жетуі ақпараттың, яғни бірден түсінеміз. Осыны біз скорочтение деп айтамыз. Себебі қарапайым оқудағы бір шама қателіктер бар. Мысалы, әдетте бізде қалай болады? Біз ақпаратты көреміз, біз ол ақпаратты дауыстап айтамыз, яғни проговаривать деп айтады. Орысша айтқанда біз, яғни ақпаратты оқып отырған кезде іштей оқитын болсақ та, біз оны іштей дауыстап айтып отырамыз, яғни іштей проговаривать етіп отырамыз. Одан кейін біз ол проговаривать еткенімізді өзіміз естиміз, іштей болсын, сырттай болсын, біз оны естиміз, одан кейін ғана біз ақпаратты түсінеміз. Бұл әдетте қарапайым оқудағы болатын этаптар. Ал жылдам оқуда бұл этап тек екі ғана сатыдан тұрады. Яғни біріншісі біз ақпаратты көреміз, екіншісі оны түсінеміз. Яғни қарапайым оқу мен жылдам оқудың айырмашылығы осыда. Бұл бір сиқырлы, ғажайып нәрсе емес, бұл кәдімгі дағды, навык. Бұны біз бұйырса бірнеше сабақтың ішінде біз бұны 2 есе немесе одан да көп дамыта аламыз. Яғни оқу жылдамдығын біз 2 есе немесе 3-4 есе арттыра алатын боламыз. Жалпы біздің сабақтың басында, яғни қазір көп адамдар қалай оқиды? Яғни бұл жылдам оқу дағдысы жоқ адамдар қалай оқиды? Әр сөзді бөлек-бөлек, немесе 2 сөзден, 2-3 сөзден ғана оқиды. Ал скорочтение курсынан кейін, яғни сабақтың соңында, сіздер бір қатарды толығымен немесе 3-4 сөзден бөліп оқи алатын боласыздар. Яғни бұл сіздің уақытыңызды өте қатты үнемдейтін болады. Сонымен қатар тек қана үнемдеп қана қоймай, сіздің ақпаратты түсінуіңізді арттырады. Яғни сіздің жылдамдығыңыз да түсінігіңіз де артатын болады. Бұл 2 ең үлкен плюс. Мен өзім мысалы декреттегі анамын, мен келінмін, мен келіншекпін, оның өте көп обязанности, өте көп жұмыстар бар. Соның арасында бізде жай ғана кітап оқуға уақыт таппай жатамыз. Ал осы скорочтениенің арқасында мен күніне 15 минутақ немесе тіпті 5 минуттың ішінде мен 15 беттей оқып тастай аламын. 15-20 бет оқып тастап, мен кәдімгідей уақытымды үнемдей аламын. Сонымен қатар мен бір нәрсені қайталап оқи бермеймін, себебі менде жылдам оқу дағдысы бар. Мен бір оқығаннан бірден түсінемін. Яғни бұл біздің ең үлкен артықшылық курсымыздың. Ал енді бұл біздің бірінші сабағымыз. Енді біз диагностика жүргізейік. Диагностика дегеніміз не? Қазір кез келген кітапты аласыздар, немесе оқып жатқан кітабыңызды алыңыздар. Бірақ мен сіздерге кеңес берер едім, бұрында оқып қойған бір кітапты алсаңыздар. Себебі бізде алда өте көп практикалар болады, өте көп жаттығулар болады. Сол кезде сіздің кейде біз түсініксіз, без понимания оқитын кездеріміз болады. Жылдам оқуды жаттықтыру үшін сондай нелер болады, тапсырмаларды болады. Сондықтан да сіз оқып қойған кітабыңызды алсаңыз, сіздің өзіңізге тиімді болар еді. Яғни біз қазір не істейміз? Кітабымызды аламыз. Мұнда қазір таймер болады, 1 минут. Сол 1 минуттың ішінде сіздер қанша сөз оқыдыңыздар, соны белгілеп қойсаңыздар. Және өздеріңізге жазып алсаңыздар. Мысалы, бірінші сабақ 200 сөз, немесе бірінші сабақ, бүгінгі датаны да белгілеп қойсаңыздар болады. Бірінші сабақ 150 сөз деген секілді өзіңіздеріңізге жазып алыңыздар.
жазып алдыңыздар, оқыдыңыздар деген ойдамын. Және енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Негізі жылдам оқудың екі негізгі бөлігі бар. Яғни екеуін қосқан кезде жылдам оқу процесі шығады. Ол біріншісі дамыған перифериялық оқу. Дамыған перифериялық оқу дегеніміз ол біздің көзіміздің бір шеттен екінші шетке, яғни мысалы мынау кітап бар, кітап, біздің кітап мынау шетінен мынау екінші шетіне дейін көре алу қабілетін біз перифериялық көру деп айтамыз. Және де мидың жетілдірілген жұмысы. Яғни осы екі нәрсені қосқан кезде бізде жылдам оқу процесі, жылдам оқу дағдысы шығатын болады. Бұл екі нәрсені де біз сабақтардың барысында дамытамыз, мидың жұмысын дамытамыз, түрлі нейро жаттығулар болады, түрлі перифериялық көруге арналған жаттығулар болады. Ол үшін мүлдем уайымдамаңыз, жаттығулар өте оңай, жаттығулар көп уақытты алмайды, бірақ сіздің оқу жылдамдығыңызға едәуір әсер ететін жаттығулар беретін боламын. Және де ең қызығы, бұл жағдай көбімізде кездеседі деп ойлаймын. Кітап оқығанда, егер сіз көп аппликация ететін болсаңыз, жаңағы фокусыңыз шашырап, басқа нәрселерге концентрацияңыз жоғалып кететін болса, демек сіздің миыңыз өте қатты жұмыс істейді. Неліктен? Соны қазір мен бір ситуация, кейс арқылы түсіндіріп өтсем болады. Мысалы, қараңыздар, бір қыз бар делік, есімі Алина. Ол қарапайым адамдар секілді, в среднем бізде адамдар 100-200 сөз оқиды. Ол да сол қарапайым адамдар секілді 100-200 сөз оқиды. Және де кітапты оқу барысында өте көп аппликация етеді. Сәйкесінше оның түсіну деңгейі тек 40-45%. Яғни кітаптың оқыған ақпаратын тек 40-45, тіпті жартысынан азын ғана түсінеді. Бұл өте үлкен мәселе негізі. Себебі бұл уақытыңызды да, сіздің вниманиеңізді де алатын болады. Бұл 40-45% түсінеді. Ал екінші қыз, ол жылдам оқу дағдысы бар, жылдам оқу дағдысын дамытып келе жатырған қыз деп айтайық. Мысалы, есімім Амина болсын, ол 400-ден көп сөз оқиды. Сәйкесінше оның түсіну деңгейі 90%. Неліктен? Яғни байқасаңыздар, біз көп сөз оқыған сайын біздің түсінігіміз де артады. Себебі бірінші қыз мысалы 100-200 сөз оқыды да 40-45% ғана түсінді. Себебі оның миында бос орын қалды. Оның миы одан да көп ақпарат қабылдауға дайын тұр, бірақ ол тек 100-200 сөзбен ғана шектеліп қалды. Ал егер ол 400-500 сөз оқитын болса, оның түсінігі де артады. Себебі миындағы бос орындар жаңағы кітаптағы ақпаратпен толады. Ал егер біз аз сөз оқитын болсақ, біз басқа нәрселерге ауып кетеміз, фокусымыз мүлдем басқа нәрселерде де болады. Біз кешке не істеуім керек еді, ана нәрсені бітірмедім ғой деген секілді өзіміздің мәселелерімізді ойлап кетеміз де, кітапты түсіну деңгейіміз де азаяды. Ал егер біз 400-500 немесе одан да көп сөз оқитын болсақ, біздің түсіну деңгейіміз де артады. Себебі біздің бүкіл фокусымыз біздің миымыздағы бос орын қалмайды, және ол бос орындарды тек осы кітаптан алған ақпараттармен ғана толтырамыз. Сәйкесінше түсіну деңгейі де артады. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Яғни қорытындылап кетейік. Бірінші қыздың, яғни скорочтение дағдысы жоқ қыздың миында керек емес басқа да ақпараттарға орын қалады, фокусы шашыраңқы болады, бір оқығанды қайталап оқи беретін болады. Ол да уақытты әжептәуір уақытыңызды сіздің жейді, және де ол тез шаршап, дамуға, кітап оқуға деген ұмтылысы мүлдем болмайды, немесе азайып кетеді, ұмтылысы. Ал екінші қыз, жаңағы жылдам оқу дағдысы бар қыз, ол оқыған мәтінді жақсы түсінеді, оның фокусы бір жерде, ол уақытын үнемдейді, ол оқыған нәрсесін қайталап оқи бермейді, ол бір оқығанын бірден түсінетін болады, және оның есте сақтау қабілеті де әжептәуір жақсаратын болады. Яғни түсінікті деген ойдамын, және де мен сіздерге қазір өте қызықты техника бергім келіп тұр. Бұл техниканы, бұл әдісті біз ля әдісі деп айтамыз. Яғни бағанағы айтып өткенімдей, скорочтениеге жетудегі ең алғашқы қателік ол проговаривать. Проговаривать дегеніміз бағанағы айтып өткенімдей, оқыған ақпаратты сіз дауыстап, іштей болсын, сіз дауыстап отырасыз.
дауыстап отырасыз және ол дауыстағаныңызды естисіз. Осының өзі сіздің уақытыңызды, сіздің энергияңызды жейді, сәйкесінше сіздің оқу жылдамдығыңыз да азаяды. Ал ля техникасы арқылы сіз осы мәселені шешетін боласыз. Қалай? Сіздер кітапты міндетті түрде біз кітапты іштей оқимыз және оқу барысында яғни сіз іштей оқисыз және іштей ля деп отырасыз. Яғни оқып бара жатамыз, біздің көзіміз оқып жатыр, ал іштей біздің даусымыз ля болады. Осы техниканы жасап көріңіздер. Бұл шынымен де жұмыс істейтін әдіс. Және де қазір 1 минуттық таймер болады. Сол кезде сіз осы техниканы жаттықтырып көріңіздер және техникаға дейін қанша сөз оқыдыңыздар, бағана біз жазып алған болатынбыз, және техникадан кейін қанша сөз болды, салыстырып көріңіздер. Міндетті түрде бірнеше сөзге артық оқитыныңызды байқайтын боласыз. Бұл бірінші техниканы өзінен ақ. Оқып болдыңыздар деп ойлаймын, санап болдыңыздар деп ойлаймын сөздеріңізді, және қанша сөз артық оқыдыңыздар, оны да жазып кетсеңіздер болады. Мен сенімдімін, бірнеше сөзге немесе тіпті бірнеше есе көбірек оқығандарыңызға мен сенімдімін. Және де айта кететін скорочтениедегі ең үлкен миф бар. Бұл мәселемен мен өзім де жолыққан болатын, мен өзім де бұрында осылай ойлайтын едім, бірақ бұл мүлдем ондай емес екеніне өзімнің көзім жетті. Ол қандай миф? Біз ойлаймыз, жылдам оқу кезінде біз жаңағы оқып жатқан ақпаратымызды ойланбаймыз, мүлдем анализдемейміз, жай ғана оқып кетеміз, болды деп ойлаймыз. Тек жаңағы жылдамдықпен оқып кетсек болды, сол ғана екен ғой скорочтениенікі деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ негізінде олай емес. Неліктен? Себебі сіздің бұл жерде скорочтениеде сіздің жылдамдығыңыз бен түсінігіңіз артады. Ал қалғанның барлығы бұрынғыдай. Мен мысалы қалай оқимын? Мен оқыған кезде жылдам оқимын, және мен түсінігім артады, және мен кейбір кезде тоқтап, түсініп, осындай екен ғой деп қорытып, немесе заметки деген нәрсе бар ғой, закладки деген нәрсе бар, соны жабыстырып, немесе хайлайтермен сызып отырамын. Яғни оның барлығы бұрынғыдай. Мен бұрында да солай жасайтын едім, қазір де солай жасаймын. Яғни мен ойлануға, мен ақпаратты анализдеуге, мен ақпаратты жалпы түсінуге мен уақытым болады. Немесе мен тоқтап, осындай екен ғой деп сызып отырсам да болады. Яғни бұның барлығы бұрынғыдай. Менде жай ғана жылдамдығым мен түсінігім артты. Мен бұрында мысалы 400 сөз оқысам, мен қазір 800-900 сөз оқимын деген секілді. Яғни мен уақытымды 2 есе үнемдеймін, бірақ мен жаңағы жабыстырып қоюым, сызып қоюым маңызды жерлерім, оның барлығы бұрынғыдай қалды. Яғни сіз жылдам оқуда тоқтап, сіз ойланып, сіз маңызды деген нәрселерді сызып отыра аласыз. Ол сізді ешқандай, яғни скорочтение сізді шектемейді. Тек сіздің жылдамдығыңыз бен түсінігіңіздің артуына көмектеседі. Жалпы осы біздің бірінші сабағымыз, біздің тегін пробный сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер осы бір техниканың өзімен ақ жылдамдықтарыңызды арттыра алдыңыздар деп ойлаймын. Ал бұндай техника әлі бізде өте көп. Біз 12 сабақтың барлығында бір техникадан беріп отырамын. Олардың қайсысы сізге ыңғайлы, бәлкім бір техника сізді 2-3 есе көп тезірек оқуға алып келетін шығар. Оның барлығын берсе алдағы сабақтарда көре аласыздар. Осы курс ұнаған болса, жалпы бірінші сабақ, пробный сабақ ұнаған болса, сіздерге мен керемет ұсыныс жасағым келіп отыр. Тек осы курсты соңына дейін қарап,
маған мысалы 12-12 деген кодты айтқан адамға мен жеңілдік жасаймын. Осы 12-12 код дегенді маған жекеме инстаграмға жазып жіберіңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жеңілдік жасайтын боламын. Және де осы жеңілдік арқылы, осы 50% жеңілдік арқылы, 50% жеңілдік қыздар немесе ұлдар да бәлкім көріп отырған шығар, 50% жеңілдік арқылы сіздер осы курсты небәрі 15 000 теңгеге сатып ала аласыздар. Ал бұл курстың негізгі бағасы 30 000, себебі мұнда өте көп еңбек жатыр, мұнда өте көп. Мен де өзім тренерге оқыдым, скорочтение тренерін оқыдым. Яғни мынау ақпараттардың барлығын, мен сіздерге методичкада беретін боламын. Мен сіздерге қосымша бонустық ақпараттар беретін боламын. Ол методичкада осы жаттығулардың барлығы жазылып тұратын болады. Мұны көріп өтсеңіздер болады. Барлық ақпараттар, барлық жаттығулар осында берілген. Оны өздеріңізге шығарып ала аласыздар. Осындай методичка берілетін болады, осындай видео сабақтар берілетін болады, және бонустық сабақтар берілетін болады. Кітапты қалай қызықты оқимын, қандай кітап таңдаймын, кітап оқуда кедергілер, қателіктер деген секілді мен сіздерге бонустық сабақтар беретін боламын. Оның барлығын көріп, сіздер кітап оқуға деген өздеріңіздің махаббаттарыңызды ашасыздар деген ойдамын. Және де жылдам оқисыздар. Кем дегенде 2 есе жылдамдықтарыңызды арттырасыздар деген ойдамын. Және де егер курс ұнаған болса, яғни жалпы бүгінгі сабақ ұнаған болса, онда сіздерге курсты сатып алуға кеңес беремін. Менің инстаграмыма жекеме жазсаңыздар, міндетті түрде сіздерге жеңілдік жасайтын боламын. Барлықтарыңызға рахмет, көріскенше.